Ассалаумағалейкум ағайын, назарларыңызда арнайы сұхбат. Бүгінгі студиямыздың қонағы тарих ғылымдарының докторы, профессор Хангелді Әбжанов. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Елбасы, Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халыққа үндеу жариялағанын білесіз. Енді осы тұста сіз қандай пікірдесіз, халыққа не дер едіңіз? Бұл үндеу дер кезінде айтылды. Өйткені бұған дейін президентіміз Тоқаев та, үкіметіміз де, басқа да ұйымдар үлкен сын қатер келген айтып еді. Бірақ енді осыны бұдан да биік дәрежеде елбасымыздың күн тәртібіне қойғаны, бұл әркімді де баршамызды да ойландыру керек. Мұндағы ұсыныстар президенттің, үкіметтің айналасына топтасу, қолданып жатқан шараларын қолдау, оған қолдан келгенше қызмет істеу деген өте маңызды іс. Оның сыртында елбасы арнайы қор құруды ұсынды. Өйткені мынау келген індет бұл үлкен қаражатты талап етеді, үлкен ерік-жігерді талап етеді, және үлкен бірлікті қажет етеді. Бұл біздің Қазақстан емес, бүкіл әлемге қатер төндіріп тұрған індет болып тұр. Ал енді қазақ деген халық талай сыннан өткен халық қой. Кешегі 90 жылдардың басындағы қиыншылықты әлі ұмытқан жоқпыз. Бірақ мына жолы бұның салмағын, әкелер зардабын біз сезінуіміз де керек, соны жақсы дұрыс қабылдауымыз керек. Бұл көзге көрінбей келген бір алапат. Егер бұрынғы алапаттардың себебі, анау көзі көрініп тұрса, мынадан іштен көрмейсің. Бірақ күнде сені ауыртады, сені қатардан шығарады. Енді осындай апат жақындаған кезде елбасының халыққа өзінің сөзін арнағаны менің ойымша өте бір сәтті бастама болды деп ойлаймын. Енді және үкіметтің, биліктің және бір қолға алған шаруасы осыдан бір-екі күн болды. Тоқаев тапсырма берді ғой. 600 миллиард теңгені бөлемін деп шағын және орта бизнеске. Үлкен қаражат, халықтың байлығы бұл. Ал енді үлкен ақша жүрген жерде үлкен алаяқтар да пайда болатынын біліп отырмыз. Демек, осы ақшаның өз орнымен жұмсалуын, қолды болып кетпеуін қадағалау керек. Оның сыртында мен айтар едім, бізде бар болғанда шаққалы миллион халқы бар. Соның екеуіне жарияладық карантинді, ауырып шықты деп. Ал енді ауырып шықпаған, бірақ миллион тұрғыны бар, Шымкент бар емес пе? Сол Шымкентті ауырып шыққанын күтпестен ақ карантин жариялауға болатын сияқты еді. Қалай дегенменде миллионның аты миллион ғой. Шымкент пен Астананы барсаңыз, Астанада миллион халықтың барына өзіңіз онша сене бермейсіз. Ал Шымкентке барсаңыз, бір емес 2 миллион адам жүрген сияқты. Адам да көп, қимыл да көп деген сияқты. Бұл енді алдағы мүмкін өзінің шешімін табатын шығар. Алайда карантин, мынау коронавирус, бұл ойнайтындай, елемейтіндей шаруа емес. Сақтанғанды сақтайды дейсіз ғой, Әрине. Енді осы тұста жаңағы үкіметтің тарапынан да түрлі шаралар қолға алынып, кезең-кезеңмен жүзеге асып жатыр ғой. Енді осы тұста халықта тәртіпке бағынып, тазалық шараларын қолданып, қоғамдық жерлерге бармай тәртіп сақтау керек шығар. Халық биліктің айтқанын, қабылданған заңдардың, ережелердің аясынан бірде-бір шығуға болмайды. Өйткені біз бірдің қырсығы мыңға деген қағидамен таныспыз ғой. Ал мынандай жағдайда, індет келген жағдайда, бірдің қырсығы мыңға емес, 10 мыңға да тиіп кетуі мүмкін. Мұны бекер емес, мынау алпауыттар бар әлемнің, Германия сияқты, Америка сияқты, Ресей сияқты, осы Қытай кешегі ұрынған коронавирусқа, осы алпауыттардың өзі қазір үрейленіп, қорқып отыр. Германияның канцлері айтып қалды, бұндай апат, бұндай сынақ 75 жылда соңғы рет келіп отыр деді. Бұл үлкен ескерту. Біз осы аз ғана халықпыз өзі. Жеріміз үлкен болғанмен санымыз аз. Біз енді 5 есе, 10 есе сақтықты күшейтіп,
тәртіпті бекемдеп, осының алдын алуымыз керек, осыған қарсы тұруымыз керек. Енді елбасының да үндеуде айтқаны сол ғой, бірігейік, біз біргеміз деп жұмыла жұмыс істейік дегені ғой. Ал енді тура осындай сәтте бір жапырақ шүберекпен сауда жасап, содан табыс табам деп жүргендердің мен азаматтығына да кісілігіне де сенгім келмейді. Қайта осындай сын сағатында қалтаңдағыңның шығарып берсейші, мүмкіншілігің болса бөліссейші, көршіңмен, әріптесіңмен деген сияқты жұмдасыңмен, жоқ, қалтарды тасада тұрып, бір жапырақ шүберекті саудалайды кеп. Кеше ғана тыныштық кезде ол 20 теңге тұратын шүберек еді, бүгін ол 100 теңгеге бар, 200 теңгеге де сатып атқандар бар екен. Әрине, бұдан біз ондай біреудің көз жасымен келген байлық, ол байлық болмайды. Қайта жақсылық жасаумен байығаннан артық не бар дейсіңіз. Бізге әлгі нарық дегеннің заң өз алдына дегенмен адами имани қасиеттен айырылмайық. Кемедегінің жаны бір деп жазды ғой енді елбасы. Айтып отыр ғой. Кемедегінің жаны бір, Қазақстан біздің кемеміз, Қазақстан біздің отанымыз, біз осы отанымыз үшін қолдан келген тіршілігімізді аянбайық. Енді осындай карантин кезінде халыққа не істемек керек? Халыққа карантин кезінде айтылып атқан ережелер бар ғой. Беті қолыңды жуып жүр, антисептикті пайдалан, біріңмен бірің қол алыспай-ақ бас изесіп, қолыңды кеуден қойып сәлемдесу деген сияқты ережелерді Құранның сөзіне қабылдау керек қой. Өйткені ол бүгін сенен жұға ма, ертең басқадан жұға ма, ешкім көріп отырған жоқ, ешкім біліп отырған жоқ. Бұрын енді бұның беті де, салмағы да, әкелетін зардабы да орасан зор екен. Алда міне Наурыз келе жатыр мейрамы. Әдетте Наурызда қазақ бірін-бірі құшақтап, оның алдында 14-нен басталды көрісу жүріп жатыр, сәлемдесіп, сондай бір ыстық ниет ықылас білдіруші еді ғой. Бұл жолы енді осыдан да аулақ болғанымыз жөн шығар. Жағдай соны талап етіп отыр. Енді той, қалың адамды шақыру, оның да тап қазір қажеті жоқ. Ешкім той жасамадың деп, осындай кезде ренжімейді ешкімге. Орыстың сөзі бар ғой, пир во время чумы деген. Індет уақытында тойға, думанға жол бермеу керек. Халық осы айтылған күндізіне сұхбат, насихат жүріп жатыр. Осының әрбір сөзіне, әрбір талабына бағынған жөн. Заңға бағынған құл болмайды дейді. Заңға бағынбаған ел болмайды дейді. Біз ол заңға бағынғаннан құл болып кетпейміз, бірақ бағынбасақ елдігімізге үлкен бір қатер келейін деп тұр. Жақсы аға, рахмет. Енді биыл ғана Наурызды осылай жаңашылықпен қарсы алып, келесі жылдан бастап әдеттегідей салт дәстүрімізді, мейрамымызды тойлайтындай етіп қарсы алуға жаратқан нәсіп етсін. Енді Наурыз жылын 2 айда бір келетін той ғой. Біздің тарихымызда дейік, халқымызда бір ерекше 3 той бар өзі. Бірі осы Наурыз дейік, екіншісі Құрбан айт дейік, үшіншісі Тәуелсіздік күні дейікші. Сол Наурызға дөп кептір, бірақ біз осы Наурызды үйімізде, өзіміздің жүрегімізде тойлайық, санамызда тойлайық, алайда жаңағындай шектеуге баруға тура келеді. Одан кеміп қалмаймыз, одан Наурызды тойламай жатыр деген әңгіме де шықпайды. Одан қайта мынау елдің ертеңіне, елдің болашағына қызмет ететін боламыз. Жақсы аға, енді шынымен де бұның бәрі уақытша деп түсінейік. Індет енді тезірек жойылып кетсін деп тілейік. Аға, студиямызға келіп уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет, аман болыңыз аға. Рахмет, сау болыңыз. Құрметті көрермен, естеріңізге салайын, студияға келіп сұхбат берген тарих ғылымдарының докторы, профессор Хангелді Әбжанов болатын. Аман болыңыздар.